Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен өте әдемі, өте үлпілдек, ауызға салғанда еріп кететін меренговый рулеттің рецептісімен бөлісемін. Алдымен YouTube каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар, және инста парақшама тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алдымен жұмыртқаның салқын сары уызын құрғақ ыдысқа құйып алып, миксердің төменгі жылдамдығынан жоғарғы жылдамдыққа ауыстыра отырып, ақ көбік болғанша шайқаймыз. Сосын қантымызды аз-аздан қоса отырып, 15 минут араластырамыз. 15 минут араластырғанда біздің қантымыз ериді және аппақ тығыз масса болады. Және сірке суын қосамыз, кішкене араластырамыз. Бізде осылай өзінің формасын ұстайтын меренга дайын болады. Пергамент қағазын үстіне тегістеп жайып алып, 160 градус пеште 25 минут пісіреміз. Мен үстіне миндальный мука шаштым, ол маңызды емес. Және суытуға қоямыз. Кремін дайындаймыз. Сүзбелі ірімшік, қант ұнтағы, 33% кілегейімізді қосып араластырамыз. Бізде крем дайын. Суыған меренгамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, келесі бетіне аударамыз. Кремімізді бір келкетіп жағып шығамыз. Ортасына кез келген жеміс түрімен әрлесеңіздер болады. Мен таңқурайды қолдандым. Және рулетімізді орап, екіге бөлеп, қалған кремдермен және жемістермен бетін әрлейміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Мадина Сапархан.